Өзіңіз бір таныстырып өтсеңіз. Мен Қайрат Абдрахманов боламын. Чех Республикасындағы Қазақстанның елшісімін. Істеп жатқаныңыз осы жерде қанша уақыт болды? Мен келгеніме 2-3 ай ғана болды. 2 ай болды. Осы жұмысқа Бірінші рет кіріскеніме. қатысып Иә, вот соны айтайын дегенім, әбден қуанышқа толымын. Өйткені міне біздің осындағы бір қазақтардың арасындағы бір ең ірі, ең салмақты, ең білімді, білікті қоғам, Қазақ Номад деген қоғам осыны ұйымдастырған екен. Оған көмек көрсеткендері осындағы Прага қаласының 4-ші ауданның муниципалитеті. Сонымен қатар осындағы кейбір халықаралық ұйымдар бар. Және әрине біздің елшілікте біздің жігіттеріміз, қыздарымыз атсалысып осы наурызды жоғары деңгейге өтеміз деп өзіміздің үлесімізді қосқан болатынымыз. Чехияға дейін қай мемлекеттерде тағы елшілік болып істедіңіз ба? Әлде Чехия бірінші мемлекетіңіз ба? Енді халқыма, еліміздің басшылығына өте ризамын. Осы дипломатиялық қызмет барысында біраз елдерде қызмет еттім. Қолымыздан келгенше дипломаттар бейбітшілік пен тұрақтылыққа өзіміздің үлесімізді қосып келе жатырмыз. Атап айтсақ, мен қызмет еткен елдер Ұлыбритания, Израиль мен Палестина, Швеция, Австрия, Дания, қазір мынау Чехия. Сонымен қатар бір-екі ірі халықаралық ұйымдарда істеуге мен үшін үлкен құрмет болды. Олардың арасында Біріккен Ұлттар ұйымы және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы. Жалпы Чехия мемлекетінің Қазақстанға инвестиция салып жатқан ауқымы қаншалық, соны білесіз бе сізде? Жалпы мәлімет бар ма? Мысалы, бір жылда осынша инвестиция салды деген мысалы. Бұл өте орынды сұрақ. Өйткені біздің дипломаттардың арасындағы осы жұмысымыздың бір ең бас приоритеті ол елімізге инвестиция тарту, сонымен қатар экономикалық ынтымақтастықты нығайту. Өйткені саяси тұрғыдан қарасаңыздар, Қазақстанда ешбір елмен ешқандай мәселе жоқ. Сол себептен бүгінгі негізгі көңіліміз инвестиция мен сауда айналымын қалай арттырамыз деп. Чехияға келсек, бұл елмен қарқын дамып келе жатыр. Оның бірнеше көрінісі бар. Мынау мұнаймен тағы да басқа шикізатты қоссақ, 1 миллиард евродан астам тауар айналымы, сауда айналымы осы елмен. Бірақ әрине бізге қажеттілігі ол инвестиция тарту. Қазақстанда неғұрлым көп жұмыс орнын ашу, ең алдыңғы қатардағы инвестиция технологияларды тарту, ол бір үлкен алдымызда тұрған міндет. Сіз жұмыс жасаған елшіліктердің ішіндегі, мысалы, көптеген мемлекетте елші болдым деп айтып өттіңіз, жаңа сол мемлекеттің ішінде ең көп инвестиция салатын Қазақстан қай мемлекет жалпы? Мен жаңа Нидерландты айттым ба, жоқ па, айтпасам кешірім сұраймын. Сол Нидерланд корольдігі бүгінгі таңда ең ірі инвестор болып табылады. Америка Құрама Штаттарымен. Сумасы қанша Нидерландының Қазақстанға инвестиция? Нидерландты, жалпы алғанда, мысалы, біздің еліміз, біз бүгін ауыз толтырып айтатынымыз, ол осы тәуелсіздік жылдары бойы біз еліміздің экономикасына 300 миллиардтан астам Америка доллар болсын, евро болсын, инвестиция тартқан болатынымыз. Соның арасында Нидерландтың орны ерекше. Олар, мысалы, 50 миллиардтан астам инвестиция салған біздің елімізге. Ал сауда партнерлеріміздің арасында, әріптестеріміздің арасында олар 5-ші
орында. Ол өте жоғары көрсеткіш деп атауға болады. Сіздің жалпы Қазақстан мен Еуропа Союзының қашан мүмкін без виза болуы мүмкін, жалпы мүмкін бе бұл жағдай жалпы? Біздің жаны міне осы жерде де көріп отырсыздар, қаншама біздің жастар бар. Олар бәрі білімді, өзінің білімімен, өзінің өнерімен ең көзге көрініп жүр. Көп университеттерде, көп мектептерде біздің жаңа қазақтың өкілдері, қазақстандықтар, сол мектеп президенті, немесе сол қоғамды жетекші жасайтын азаматтардың арасына кіріп отыр. Сол себептен міне біздің азаматтарымызға шетелге ешқандай кедергісіз сапар шегу, қарым-қатынастарды нығайтуға қосатын үлесі өте салмақты деп біз осы жұмысты жүргізіп жатырмыз. Мысалы, осы бүгінгі таңда, мысалы, Еуропалық комиссия әдейі бір мандат шығарды. Шенген зонаға қазақтың жаңағы азаматтары виза алу үшін сол процесті бір жақтан жеңілдету, екінші жақтан тездетіп, осы процестерді жасап, біздің ұлттық паспорт иелеріне жол ашатын деп сондай келіссөзге кірістік. Енді бір осы Чехияда тұратын жалпы қазақтардың жалпы саны бар ма? Осынша мөлшерде жалпы қазақ ұлты тұрады дегендей. Чехияны алсақ, статистика әртүрлі. Өйткені кейбір біздің азаматтарымыз ресми түрде келіп қызмет ететіндері бар, немесе білім алатындары бар. Мысалы, бұлардың Чехияның білім министрлігінің мәліметі бойынша 3000-нан астам қазақстандық студент бар. Бірақ оған тағы да 1-2 мың қосуға болады шығар деп ойлаймын. Сонымен қатар мен атап кеттім, біздің көп азаматтарымыз осында мысалы бір жақтан білім алады, екінші жақтан халықаралық компанияларда, немесе чех компанияларда қызмет етеді. Солардың бәрін бірге қоссақ, меніңше бір 10 мыңнан астам адам біздің азаматтар болып қалуы мүмкін, біріншіден. Екіншіден, бұл сан ол да бізге жақсы серпін беріп отыр. Өйткенде осында қазақ қауымдастығы мүмкін Чехия Республикасында ұлт артықшылығы ретінде тіркелуі мүмкін. Олай біз тіркелетін болсақ, жалпы осы бүгінгі таңда 13 этникалық групп осында сол ұлташылық статусына ие болған. Олай болса, біздің осындағы қазақ қауымдастығы үкімет атынан үлкен тағы да көмек алуға шамасы бар. Ол көмек, мысалы, керегі біздің бір міндетіміз, мысалы, қазақ тілін қалай біз осы жас ұрпаққа, жас өспірімдерге, балаларымызға қалай қазақ тілін үйретеміз деп сондай алдымызға қойып отырмыз мақсат. Біз осындағы жергілікті органдармен сол салада жұмыс істеп, сол мысалы сабақ өткізетін бөлме керек, тағы да басқа жабдықтар керек, құралдар керек. Соған бір жақтан өзіміз Қазақстаннан да көмек көрсетіліп отырады. Оған қосымша әртүрлі онлайн курстар бар. Бірақ екінші жақтан осындағы жергілікті чех мемлекеттік органдар, олардан да үлкен көмек күтілуде. Сізде де тағы есеп бар ма? Жалпы Қазақстан азаматтығынан бас тартқан Чехия азаматтығынан алған қазақтар деген сияқты. Және мен осы Қазақстан шетелде жүріп көп қазақтардан сұрап едім, көп тұрған қазақтар екі ел азаматтығын берсе деген мақсат бар екен. Жалпы ол мүмкін бе? Жалпы Қазақстанда қалай ойлайсыз? Жоқ, бізде екі ел жаңағы азаматтылыққа ешқандай мүмкіншілік жоқ. Бізде конституция бойынша тек қана біздің азаматтарымызда бір-ақ қана азаматтылық болады. Сол себептен біз ондай бір жақтан статистика мен дәл қазір қолымда жоқ. Рахмет, жалпы. Чапаныңыз өте әдемі екен. Жалпы өзіңіз алдыңыз ба? Жалпы чапан. Иә, бұл чапан біраз қызмет етті маған. Бұл Астанадағы бір ателье тігіп берген чапан. Өте әдемі екен жалпы. Рахмет, сұхбатыңызға өте күшті сұхбат болды.